Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі Нұрмұраның бағдарламасы діни әдебиеттер жайында болмақ. Сондықтан облысымызда әлеуметтік бастамалар орталығы ашылған. Оның ішінде діни әдебиеттермен, дінмен айналысатын бөлімдер бар. Соның маманы Асқар мырзаны шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Одан кейін облыстық мешіттің бас имамының көмекшісі Олықбек мырза, қош келіпсіз. Бүгінгі талқылайтын мәселе кітап жайында болмақ, әдебиеттер жайында. Мынау енді қазір қарап алсаңыздар, көп неше халықтың, көрермендердің сұрағының да халықтың бір кейбір бағыттарының адасушылық болып жатқан себебі де мынау Сахих аль-Бұхари деген кітаптың аудармасы. Осы жерде Бұхаридің атынан жаңа хадистер жинақталған. Енді бірінші бетін ашып басаңыз, осы жерде Құранның аятын жарысын алады да жарысы жоқ. Аллаға бойынсын, пайғамбарға бойынсын, өздерінен болған басшыларға бойынсын деген сөзді алып тастағанда, ары қарай жалғастырып кете берген. Құранның аятын бөліп осылай алуға құқығы бар ма адамның? Мысалға, пайғамбарларымыз Алланың сөзін бізге түгел жеткізді. Құранды Алла субхана тағала қияметке дейін өзім қорғаймын деп тұр. Құдай қорғап тұрған нәрсені біз жарысын алып, жарысын керек жерін алып, керек жер емес жерін өзімізге көңілімізге ұнаған жерін алып қоя салатын болса, онда не болады? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Енді қазіргі күні өзіңіз айтып отырсыз, неше түрлі кітаптар шығып кетті, көбейіп кетті. Жалпы біз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сараптау комиссиясы мақұлдаған кітаптарды оқыңыздар. Қалғандарын әрине оқу керек емес деп айтып жатырмыз. Сіздің сұрағыңызға байланысты айтып жатқан аятыңыз Құранда келген ғой, Аллах тағалаға, елшісіне және өздерінен болған басшыларға бағыныңдар. Ол басшы мектепте ұстаз, директор, болмаса бір мекеменің басшысы, ең соңғысы елбасыға дейін деген сияқты. Мешіттегі имам да басшы. Мешіттегі имам да басшы, әкім де басшы, бәрі басшы. Біз басшыны тастай алмаймыз. Ол жерде оны жазбаған болса, әрине басшы керек емес деген сияқты түсінік пайда болып қалады ғой. Онда дұрыс түсіндіруіміз керек халыққа. Мен бұны себеп айтып жатқан бекерден бекер емес. Мынау жаңа сәләфи бағытын, вахаби бағытын ұстап алғандар осы кітапты құшақтап алған. Түнде осымен жатып ұйықтайды, Құранды мойындамайды, мына кітапты мойындайды. Сондықтан көп ағайындарымыз арандатуға еріп, ата-анасын сейлемей жатқандар. Тобықтан кейін тозақты деп жатқан жер. Осы жерін біз сәл-сәл түсіндірейікші елге. Қазір кейбір адамдар пайда болды, рас. Мен қай мазхабта десеңіз, Бұхаридің мазхабында дейді. Ол қандай мазхаб десең, осы кітапты көрсет, міне осы мазхабтамын мен дейді. Енді оларға айтатынымыз, мазхабты құру үшін, болмаса мазхабпен пәтуа беру үшін адам кем дегенде 10-нан аса ілімді білу керек, керексеңіз 20-30 деген сияқты. Ол тәжвид бар, тәпсірі бар, тәпсірінде қанша салалар бар, хадисті түсіндіріп беру керек қой. Ал Бұхари имам, дұрыс. Ол кісі ғалым болған кісі, хадисті ерінбей жинаған адам. Бірақ ол тек қана хадис жинаумен айналысты. Ал Абу Ханифа мазхабымен бұл кісіні салыстыратын болсақ, мазхабта мәселелерді шешу, үйдегі жанжал, үйлену, ажырасудағы мәселелер, пікір таластар басқаларға әртүрлі мәселелерге арналған пәтуалардың жинағы есебінде, енді мазхаб. Ал Бұхариде хадистерді алып келді. Яғни Бұхаридің мазхабы деген мазхабы жоқ. Ал тек қана бұл кітаппен жүрем дейтін болса, адам қателесіп кету еш ғажап емес. Себебі оны түсіндіру керек қой. Хадисті біз алып, мазхаб иелері, мысалы Абу Ханифа хадисті алып түсіндірді халыққа. Не үшін, қай жағда, қалай, қайтып, бірақ тек қана хадисті алып алды, өзің жүре бер деген жоқ қой. Енді мәселенің бәрі осыған келіп тіреледі. Аль-Бұхари ол осыдан 10 ғасыр бұрын дүниеден өтіп кеткен адам. Хадистерді жинап. Одан бері оның қаншалықты таза, қаншалықты қоспасы бар, оны біз ешкім ажыратып жатқан жоқ. Негізінде не басқарма? Осымен айналыса ма жоқ па? Әрине айналысады. Осыған дейін біз енді Бұхаридің аудармасы емес, басқа сахих хадистер жинағы деген хадистерді шығарып жатырмыз. Иншалла бұл кітаптар алдағы жоспарда бар ғой. Бірақ енді бұны басқа шығарған біздің муфтияттың, яғни адамдар емес қой шығарған, өзіңізде хабарыңыз бар. Хадистер аударылып жатыр. Енді осы жерде бір нәрсе айта кетейін. Дұрыс, хадисті жаттау керек. Бірақ оны хадисті жаттағанымен діни мәселелерді дереу шеше қойын деп жатқан жоқ қой. Қазір әртүрлі қоғамдағы мәселелер өте көп қой. Соған қатысты кітаптар шығарып жатырмыз біз. Себебі халықтың ауызбіршілігі бірінші орында керек. Бірінші керек. Одан кейін бар барлығы жақсы болып жатса, дұрыс, хадисті жаттаңыз, Құранды дұрыс толық жаттаңыз аяғына дейін. Бірақ ауызбіршілігі жоқ адам хадистің мәнін түсінбейді ғой. Ол ғалымның да керек десеңіз қадір қасиетін біле бермейді ғой. Енді мысалға
Сіздер де орталық аштыңыздар. Мынандай неше түрлі жақсы кітаптарды шығарып отырсыздар. Мынау ағымдардың пайдасы бар ма, зияны бар ма? Осы туралы кішкене бізге түсіндіріңізші. Жақсы, рахмет. Бізде жақында осы әлеуметтік бастамалар орталығы ашылды. Оңтүстік Қазақстан облыстық ішкі саясат басқармасының жанынан. Сол жерде 20-дан аса маман жұмыс жасайды. Жалпы біздің айтып тұрғандай әлеуметтік мәселелер, бұл жерде тек қана дін мәселесін зерттемейді, жалпы қоғамда болып жатқан сан қилы жаңағы тарапта біздің жалпы жастар мәселесі, ұлттық құндылықтар мәселесі деген сияқты көптеген қоғамдағы маңызды деген тұстарды зерттеуге, зерделеуге арналған, былайша айтқанда әлеуметтік сараптамалық орталығы. Енді осы жерде байқағаным, сіздер өте мына құнды нәрселер жазғансыздар ғой. Мына сектаның зиянын да жазғансыздар. Өте бізге оқырманға мынау өте үлкен көмек тиеді. Әрине, енді ол бірақ бірнеше кітаппен барлық мәселені шешіп қою деген ол ойға сыймайтын, ешқандай қисынға келмейтін нәрсе ғой. Дегенмен, мынау кішкентай болса да осы мәселелерді халыққа жеткізейік деген мақсатпен жаңағы осындай кітаптар жасадық. Мынау біріншісі қоғам және дін деп аталады. Бұнда жалпы діннің қоғамдағы орны, дін мен мемлекеттің, дін мен мәдениеттің, дін мен саясаттың арақатынасы қандай. Осы жөніндегі біздің республикаға танымал ғалымдардың, дінтанушылардың, тарихшылардың, философтардың жалпы мақалаларын енгіздік. Екінші кітапшада дәстүрлі дін және адасқан ағымдар. Қазір көбісі, халықтың көбі дәстүрлі дін мен дәстүрлі емес діннің арасын ажырата алмай жатыр. Сондықтан дәстүрлі дін қайсы, дәстүрлі емесі қайсы? Бізге жалпы ата-бабамыз ұстанған исламның нағыз біздің өзімізге жақын, қазір көптеген кері исламның атын жамылған нағыз мұсылманбыз деп есептейтін көптеген ағымдар көбейіп кетті ғой. Солардың сойылын соққан, соларға жалпы халыққа жаңағыдай түсінікті болсын деп осындай қарапайым тілде жазылған мақалаларды. Бұрын кейбірінің ішінде әрине басылғандары да бар, бірақ маңыздысын, мысалы ішінде Мырзатай Жолдасбеков сияқты зиялы қауым өкілдерінің, үлкен ғалым ағаларымыздың да мақалалары басылған. Және сонымен қатар ұлт және тағылым, біздің ұлтымыздағы ерекше құнды дүниелер, бізде ұлт ретінде аманат сақтап қалатын, бізді осы күнге дейін жеткізген қазақтың керемет жаңағы бір сөз мәйегі арқылы жеткізілген дүниелерді осында барынша беруге тырыстық. Әрине, бірақ толық керемет деп айта алмаймыз, бірақ дегенмен барынша тырысып бағып жатырмыз. Енді әрине соңғысы мынау Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктері туралы заңын, жаңа заңды 2011 жылы 11 қазанда шыққан жаңа заңымызды қазақ және орыс тілдерінде жалпы көпшілікке ұсынып үлкен тиражбен жасалынды. Енді бұны біз барлық мемлекеттік мекемелерге, қоғамдық ұйымдарға, жалпы облыс көлеміне таратамыз деп жатырмыз. Биылғы жылдық жоспарымызда барлық облыстың барлық аумақтарын қамту жоспарымызда бар. Оның ішінде әрине әкімшіліктен бастап басқарма жағынан ішкі саясат басқармасы, жастар орталықтары, мектеп мұғалімдері, ауылдың жаңағы өзіндік ішкі басқармасы, яғни басқаратын жаңа ақсақалдар алқасы деген сияқты сол жерлердің бәрін аралап, осы кітапшаларды таратып, түсіндіру жұмыстарын жасау жоспарымызда бар. Кеше мен көзім жетті, Түркістанда кентінде болғанымызда ол мәселелер талқыланды. Рахмет. Енді мынау бәрі әдебиет жайында болғандықтан бүгінгі әңгімеміздің төркіні осы төңіректе болады. Мынау аятты мансық етуге кімнің қақысы бар, айтыңызшы. Құранның аятын. Алла соңына қияметке дейін өзім қорғаймын деп Құранды қорғап тұрса, соны мансық етуге күшін жойды деп айтуға біреудің қақысы бар ма? Мансық етуден мақсатыңыз, яғни мына аят керек, мына аят керек емес деген сияқты мәселе шығар. Аллах Тағала Құран Кәрімде өзіңіз де айтып отырсыз. Аузубиллахи минашшайтанирражим. Инна нахну наззална зикра. Негізінде Құранды біз түсірдік деп айтады. Ва инна лаху лахафизун. Және оны қияметке дейін біз сақтаймыз дейді. Қорғаймыз деп. Қорғаймыз дейді. Бұл қорғалған кітап. Ол кітаптың ішінен енді қазір көптеген топтар пайда болды ғой. Сәләфи бар, вахаби бар, одан бөлек хизбут тахрир деген сияқты. Әрқайсысы өзіне керек аяттарын алып жатыр. Мынау өзіне керек, мынау керек емес. Жа сөздің басында айтып кеттіңіз. Аллах Тағалаға елшілері бағыныңыз, ар жағында басшы деген жоқ. Демек ол керек емес сияқты мәселе болып қалды да. Солайынан түсіндіріп жатыр. Негізінде бүйтіп айтуға ақымыз жоқ. Неге ол аятты бөлеміз? Неге бөлеміз? Неге біз басшыны айтпаймыз? Содан түсініспеушілік пайда болады. Халықтың арасына
жақсы уағыз жетпегеннен кейін адамдар түсінбейді. Оған ешкімнің ақысы жоқ. Менің сізге бұл сұрақты қойып отырған себебім бекер емес. Сіз осы облыстағы мешітті компьютерлік дәрежесін көтеріп сайт ашып, былтыр жалпы республика бойынша үздік етуге сіздің үлкен ықпалыңыз тиді. Барлық жерде компьютерді молдаларға үйретіп жүрген сіз екенсіз. Сондықтан мен сізге мынандай нақты сұрақ қояйын. Мынау Варнава деген Иса пайғамбардың апостолы болған, 12-ші апостолдың жазған. Осының ішінде Мұхаммед пайғамбардың рухына бола бүкіл адамзат жаратылған дейді. Соны кейбір имамдарымыз да қоштап жүр. Ал бірақ Құранда айтып тұр ғой, «Лә нуфарриқу байна ахадин мин русулих». Ешқандай пайғамбардың бір-бірінен артықшылығы жоқ деп тұр. Біз Құранға қайшы кетіп жатқан жоқпыз ба? Варнаваның Інжіл деп айтып отырсыз ғой. Енді бұл жалпы Інжіл мен Құранды айтатын болсақ, Құран келгеннен кейін болды. Інжіл бір қолданылатын кітап есебінде ол есептелмейді, біріншіден. Енді кейбір жерлерде айтылып жүр, Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үшін дүние жаратылды деп. Бірақ Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан бұрын қанша адамзат, қанша пайғамбар, қанша русул өтті ғой. Дұрыс па? Келді. Сәйкес келмейді. Иә, яғни ол пікір жақсы сәйкес келе бермейді. Енді бұл жерде имам молдалар айтып жүргеннен кейін енді барлығы емес. Ішінде кездеседі ғой, ауылды жерлерде мүмкін бар шығар. Жоқ, мысалы, осының өзі Мұхаммед пайғамбардың Алланың сүйіктісі, Алланың адамзаттың таңдаулысы. Оған күлтейшісіға барып телудің қажеті жоқ қой. Аллах керек болса, Мұхаммед пайғамбардың дәрежесін наоборот төмендетеді, керісінше. Жоқ, дүние жаратты. Құранда аятта келеді, мен адамдарды өзіме құлшылық ету үшін жараттым деп. Ол жерде адамдарды деген, иә, жанды жындарды деп. Адамдарды, жындарды құлшылық ету үшін жараттым. Осы дүниені солар үшін жараттым деген, адамдар үшін. Яғни барлығымызға. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар, дұрыс пайғамбар, Алланың елшісі, ең соңғы елшісі, бізге дінді әкеліп жеткізуші. Бірақ ол кісіні олайынан жаңағыдегідей қылу ол дұрыс емес ол. Енді мына кітапты Құраннан жоғары санап жүргендер, Сахих Бұхариді құшақтап жүргендер. Былай дейді. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан дейді, дін 73 тармаққа бөлінеді, соның біреуі ғана кіреді деп. Бұл таза жала жабу емес пе? Жаңағы хадистерден кейін, жаңағы аяттардан кейін Алла субхана тағала Құран түскеннен кейін бөлінбеңдер деп Құранда айтып тұрса, Мұхаммед пайғамбар сонда осындай топтарға бөлуші болып қалған сияқты болып тұр да. Көрдіңіз ба? Мысалыға кейбір жаңағы ғұламалардың айтуынша бұл мына еврейлердің әдейі исламға қарсы шығарған, ойлап тапқан хадисі, ойдан шығарған хадис деп отыр. Мына мысалыға мынау Сахих Бұхаридің ішінде де ойдан шығарған хадистер тола. Жақсылап оқысаңыздар, қазір мынау не басқарма бұны жаратпай тастаған көрінеді ғой. Енді мынаның ішінде мынау сұмдықты жазып қойған, қараңызшы. Оқысаң, ислам мынандай агрессивный адам өлтіргіш шығып қойған, қараңызшы. Мен қазір оқып берейін. Ақыр заманда жастары кіші, ой өрістері тар бір адамдар келеді дейді. Олар халықтар арасында ең жақсы сөздерден сөйлейді. Бірақ олар исламнан, садақтан шыққан жебе сияқты тәрізді шығып кетеді дейді. Олардың имандары кеңірдектерінен әрі аспайды. Оларды қай жерде жолықтырсаңдар, сол жерде өлтіріңдер, өйткені оларды өлтіргенге қиямет күні сауап бар дейді. Мынау не деген сұмдық? Міне мынау біздің сәләфтердің, вахабтардың ұстап жүрген, ата-анасын сыйламайтындардың жаңағы ата-анасын кәпір деп жүргендер осы кітаптан шығып отыр. Жаңа сөзіңізге қатысты Құраннан жоғары қойып жүргендер деп айтылып кетті ғой. Құраннан біз қандай кітап болмасын ешқайсысын жоғары қоя алмаймыз. Бірінші Құран. Одан кейін барып Құранға тәпсірлер, әрине дұрыс тәпсірлер. Әркімнің бір айтып жеткен қазіргі біреулердің тәпсірлері емес. Одан кейін жаңа сөзіңізге қатысты. Кәпір болсын, қандай адам болсын болмасын, намаз оқысын оқымасын, біз намаз оқымас оны кәпір деуге айтуға ақымыз жоқ. Егер кәпір болған өзін атағанның өзіне де өлтіруге қандай ғана ақымыз бар біздің. Біз әркімді өлтіре беретін болса, сонда исламның қандай құндылығы, қандай ерекшелігі қалды. Біздің ақымыз жоқ біреуді өлтіруге, басын алуға, басқа қылуға деген сияқты. Мына қазір негізінде мына батыстан исламофобия деген шықты. Ислам арқылы жұртты қорқыту. Осылардың ойлап тапқан нәрсесі емес пе?